Сәлеметсіздер ме, құрметті менің балықтар белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап сәуір айына астрологиялық жұлдызнама жасағым келіп отыр. Енді бірінші Меркурий планетасынан бастаймын. Меркурий бізде хат-хабар, коммуникация, бір-бірімен сөйлесу, адамның интеллектуалдық қабілеті, адамның жалпы ойлауына жауап беретін планеталардың бірі. Бірімен 25 аралығында ретро қозғалысқа кіретін болады. Оның ретро кезінде жалпы бүкіл планеталардың ретро кезінде адам артқа қарай қайтып, қандай да бір сұрақтарға қайта оралатын болады. Яғни бұрынғы жасалмай қалған жұмыстар немесе бұрын дұрыс емес жасалған қателіктерін былайша айтқанда түзететін болады. Енді Меркурий сіздердің екінші домдарыңызда ретро болады. Бұл дегеніміз екінші сектор адамның табысы, адамның самооценкасы, адамның комфортына жауап беретін домдардың бірі. Жалпы осы жерде сіздер өзіңіздің қаржылық жағдайыңызға, өзіңіздің кірісіңізге, шығысыңызға көңіл бөлетін боласыздар. Жалпы сіздің табысыңызда қандай да бір қателіктер бар ма? Сіздің жасап жатқан жұмысыңызда жеке кәсіпкерлер болсын, басқа бір жерде жұмыс істейтін адамдар болсын, жалпы сіздің бизнесіңіз, жұмысыңызға байланысты қандай да бір мәселелерге қайтадан оралатын боласыздар. Бұл Меркурий планетасы тоқты белгісінде ретро болғандықтан, тоқты белгісі бізде сондай бір импульсивный белгілердің бірі. Сондықтан осыған дейін қандай да бір асығыс жасалған шешімдеріңізде қателіктер болуы мүмкін, соларды түзетумен айналысуыңыз мүмкін. Жалпы Меркурийдің ретро кезінде құжаттар мәселесінде қандай да бір қиыншылықтар болуы мүмкін. Бұл сіздердің екінші, 8-ші секторларыңызбен тікелей байланысты болғандықтан, ал сіздің осы жылы екінші, 8-ші секторларыңыз өте маңызды болады. Өйткені осы секторда айдың күннің тұтылулары болады. Сондықтан бұл өте маңызды сіздер үшін. Мүмкін сіздер қандай да бір недвижимость алатын болсаңыз, соның құжаттарында бір мәселелер шығуы мүмкін, құжаттар бойынша жүгіруіңіз мүмкін. Сондай бір тұрақты мүлікке байланысты құжаттар болуы әбден мүмкін. Одан кейін 5-ші сәуір күні бізде күн планетасы мен солтүстік ай түйіні екеуі бір нүктеде қосылатын болады. Бұл да сіздердің екінші секторларыңызда болады. Енді бұның екеуінің қосылуының екі жағы бар. Жақсы жағы және негативный жағы, жаман жағы деп айтсам болады. Енді жақсы жағы бұл сізге басқаша бір ерекшелену береді. Яғни күн планетасы бұл сіз ғой, сіздің ядроңыз, ішіңіздегі сіздің жан дүниеңіз былайша айтқанда. Ал солтүстік ай түйіні бұл сіздің өсуіңіз, сіздің дамуыңыз, осы өмірдегі алатын тәжірибелеріңіз, опыттарыңыз былайша айтқанда сабақтарыңыз десек болады. Бұл екеуі қосылған кезде жақсы жағы өзіңізді өте күшті сезінесіз. Көптеген ситуацияларға сіз өзіңіздің тікелей әсер ете алатыныңызды сезесіз. Осы кезде мысалы сіздің семьяңызда, мысалы сіздің жақындарыңыздың арасында қандай да бір ситуацияларға сіз әсер ете аласыз. Яғни сізге жүгінетін болуы мүмкін осы кезде басқа адамдар, және физикалық тұрғыдан да өзіңізді өте күшті сезінесіз. Өйткені бұл екеуі тоқты белгісінде. Тоқты белгісі бізде энергиясы өте көп, сондай физикалық активности өте мықты адамдар. Сондықтан осы жерде осы энергия жоғары болады. Енді негативный жағына келетін болсақ, бұл жерде шамадан тыс басқалардың жұмысына араласу. Өзі балықтар белгісі эмпатиялық белгілердің бірі ғой, эмпатичный белгі. Сондықтан жанашырлықпен басқа адамдардың проблемасына еніп кету, солардың проблемасында растворяться, еріп кету. Сондайдан өзіңізді оқшаулауыңыз керек. Яғни өзіңізге осы кезде берілген физикалық күш, қуатты энергияны дұрыс жаққа бағыттауларыңыз керек. Егер дұрыс жаққа бағыттамай басқалардың жұмысына кіріп, еріп, батып кететін болсаңыздар, онда өздеріңіз бір истощенияны сезінетін боласыздар. Ештеңкеге зауқыңыз соқпауы мүмкін, ештеңкеге тырыспауыңыз мүмкін. Сондықтан осы жерде өзіңіздің физикалық күш қуатыңызға көбірек мән беріңіз. Осы жерде 9 күні сәуірдің бізде күннің тұтылуы болады. Бұл күннің тұтылуы осы тоқты белгісінде болады сіздердің екінші секторларыңызда. Мен алдынан бері айтып жүрмін, күннің тұтылуы, айдың тұтылуы деп, алдыңғы айдың наурыз айының 25 күні таразы белгісінде айдың тұтылуы болған сіздердің 8-ші домдарыңызда. Тағы да айтып кетейін, 2-ші, 8-ші секторларыңыз маңызды болады. Бұл сіздің қаржыңыз, сіздің партнеріңіздің қаржылары, басқалардың ақшасы.
жалпы осы кезде сіздерге басқалардың ақшасын қолдану мүмкіндігі болуы мүмкін. Мүмкін сізге бір проект беріледі, немесе сізге біреу инвестиция жасайды 8-ші дом бойынша, немесе сіздің әке шешеңіз сізге үй алып беруі мүмкін, сізге жер алып беруі мүмкін, немесе біреу сізге сондай қарыз беріп тұруы мүмкін, басқалардың ақшасы болуы мүмкін бұл жерде. Одан кейін сіздер үшін осы жылы тұрақты мүлік алу деген сияқты мүмкіндіктер өте жоғары болады. Тұтылу өте маңызды деп айтуымның себебі, сіздер осы тұтылу кезінде өзіңіздің қаржылық мәселелеріңізді шешетін боласыздар. Негізі осы жаз айының шілде айында, маусым айында сіздердің осы кезде бастаған нәрселеріңіз, сіздердің ойға алған нәрселеріңіздің нәтижесі осы маусым шілде айында болуы мүмкін. Енді бұл тұтылулар сериясының маңыздылығы келесі жолы болатын екінші тұтылулар бұл сіздердің белгіде болады. Қыркүйек айында сіздердің белгіде айдың тұтылуы болады, бірінші секторларыңызда болады деп алдын ала айтып жатырмын. Одан кейін қазан айында 2 аптадан кейін сіздердің тағы да 8-ші секторларыңызда қайталанатын болады. Яғни осы кезде қолға алған жұмыстарыңыз сол кезде жүзеге асуы әбден мүмкін, немесе жаз айында жаздың ортасында жүзеге асуы мүмкін. Енді сіздердің 8-ші секторларыңызда, 8-ші сектор жаңа айттым ғой, сіздің ақшаңыз емес, басқалардың ақшасы, чужие деньги деп айтамыз, қарыз болуы мүмкін, қарыздан құтылуыңыз мүмкін. Осы 8-ші секторда сіздерде 2 рет болады тұтылу, сондықтан бұл өте маңызды. Және бізде 8-ші сектор бұл тұрақты мүлікке де жауап береді. Сіздерде сондай бір мүмкіндік болуы мүмкін. Мүмкін сіздің партнеріңіздің ақшасы көбеюі мүмкін. Мүмкін сіз тұрмыс құрып, сондай өте жағдай жақсы адамға үйленуіңіз мүмкін. Және осы аспектке тағы бір қосатын нәрсе бұл Сатурн планетасы. Сатурн бізде жауапкершіліктің бір форманың, фундаменттің планетасы деп айтамын. Ол өте адамнан жауапкершілікті, адамнан серьезності талап ететін планета. Ол туралы да алдыңғы видеоларда айтқанмын. Енді осы Сатурн планетасы сіздер үшін неге маңызды? Өйткені бұл сіздердің бірінші секторларыңызда тұр. Жалпы сіздің бойыңызда, сіздің ойыңызда көптеген өзгерістер енгізетін болады. Сіз де балалықпен қоштасу, былайша айтқанда Сатурн адамның бірінші секторында болғанда адам балалықпен қоштасады. Яғни адам қандай да бір ситуацияларда жалпы өзінің өмірінде бір жауапкершілік алатын болады. Осы Сатурн планетасының әсерін және де осы тұтылулардың әсерін әсіресе қатты сезетін адамдар бұл 29-30 жастағы адамдар және 58-60 жас аралығындағы адамдар. Өйткені осы адамдарда Сатурн планетасының қайтып келуі, яғни бүкіл белгілерді айналып өзінің орнына келуі, яғни бір оборот жасап келеді, былайша айтқанда Сатурн өзінің сіздер туғандағы орнына қайтып келуі деп айтамыз. Сондықтан осы жастағы адамдарға өте қатты әсер ететін болады. Сіздердің өміріңізде жаңа бір этап басталады. Одан кейін 10 сәуір күні бізде Сатурн планетасы мен Марс сіздердің бірінші секторларыңызда бір нүктеде қосылатын болады. Енді бұл сіздердің белгі болғаннан кейін бұл жерде самокопания болуы мүмкін. Яғни сіз өзіңіздің іс жағынан қандай да бір сұрақтарға жауаптар іздейтін боласыздар. Сізді қандай да бір ситуациялар сілкейтін болады, орныңызға келтіретін болады, немесе сізге қандай да бір ситуациялар сабақ беретін болады. Жалпы сіздер осы кезде не үшін өмір сүріп жатқаныңызды, вообще сіздің осы өмірдегі миссияңыз қандай екені туралы көбірек ойланатын боласыздар. Өзіңіздің іс жағыңызды қазбалайтын боласыздар. Және де осы жерде жаңағы глубокий бір потрясение болуы әбден мүмкін. Одан кейін 18 мен 21 күні аралығы Уран планетасы мен Юпитер планетасы бір нүктеде қосылатын болады. Енді бұл өте сирек болатын қосылыстардың бірі, 12 жылда бір рет болады. Жалпы сіздер алдыңғы 10-12 жылға қандай да бір жоспар құратын боласыздар. Бұл сіздердің үшінші секторларыңызда қосылатын болады. Екеуі. Үшінші сектор бұл сіздің біліміңіз, сіздің не істейтініңіз,
істейтініңіз, сіздің не істей алатыныңыз, жалпы сіздің навыктарыңызға жауап береді. Сіздің қарым-қатынасыңыз, басқалармен аралас-құраластығыңыз осыған жауап береді. Бұл жерде сіздер өзіңізге бір керек нәрсені табуыңыз мүмкін, өзіңіздің табыс көзіңізді табуыңыз мүмкін. Жалпы сіздің табыс көзіңізді көбейту үшін, үлкейту үшін сізге не керек, қандай навык керек екенін табуыңыз мүмкін осы кезде. Жалпы сіздің комфортный, ыңғайлы, тұрақты өмір сүруіңіз үшін не керек екені, және сіздің қай жағыңыз мықты екені, сіздің жаңағы күш-қуатыңыз қай жағыңызда. В чем ваша сила деп айтамыз ғой, в чем ваша сила, соны сіздер түсінетін боласыздар. Және осы кезде сіздер активно бір ақпарат іздеуіңіз мүмкін, өзіңізге бір керек нәрсені іздейтін боласыздар осы периодта. Одан кейін 21 күні бізде напряженный аспект болады. Бұл Плутон планетасы мен күн планетасының арасындағы квадрат аспекті. Енді бұл жерде сіздер өзіңізге, жалпы сіздің дамуыңызға, сіздің бір нәрсе істеуіңізге не кедергі келтіріп тұрғанын түсінетін боласыздар. Немесе сондай нәрсені іздейтін боласыздар. Енді 12-ші секторларыңыздың қатысы болғандықтан, 3-ші секторларыңыздың қатысы болғандықтан бұл жерде қандай да бір жаман әдеттер, сізге кедергі келтіріп тұрған әдеттерден құтылуыңыз мүмкін осы кезде. Адам өмірінде қандай да бір әдеттерден құтылу оңай емес. Өйткені адам сол нәрселерге үйреніп қалған. Яғни адам оны ойламай істейді да, автоматически істейді. Былайша айтқанда, мысалы көп адамдар өздері жаңағы автоматты түрде әрекет етеді. Ертеңгісін тұрады, мысалы тамағын ішеді, жұмысына барады деген сияқты, көп нәрсеге ойланбайды кейбір адамдар. Сондықтан адам бойындағы әдеттер де сондай. Адам ойланбайды ол туралы, ол уже әдет болып қалған, привычка да, адам автоматически солай әрекет етеді. Сондықтан сіздер осы кезде бағана айтып өткен глубокий самокопание деп айттым ғой, сол мәселелер остро тұрады осы кезде. Сіздерге не кедергі келтіретінін түсінетін боласыздар осы кезде. Сондай нәрсені іздейтін боласыздар. Сондай нәрсемен іштей күресетін боласыздар. Соның әсерінен бір напряжение болуы мүмкін сіздерде. Яғни сіздің тәніңіз, телаңыз соған қарсы келуі мүмкін, сопротивление болады да. Одан кейін 24 сәуір күні ай толатын болады. Ай саршаян белгісінде сіздердің 9-ші секторларыңызда толады. Енді саршаян белгісі өте эмоциональный белгілердің бірі. Жалпы сіздердің белгіде өте эмоциональный. Бұның барлығы су стихия, сондықтан өте эмоционально өтеді сіздер үшін осы айдың тууы. Енді 9-ші сектор болғандықтан бағана айттым, өте өз-өзіңізді қазбалайтын боласыз деп. 9-ші сектор бұл сіздердің кругозорларыңыз, яғни сіздердің горизонттарыңыздың ашылуы, яғни терең ойлануыңыз, сіздің қандай да бір рухани дамуыңыз. Осы тұтылулардан кейін сіздің жаңа рухани дамуыңыз бір сатыға күшейетін болады. Осы кездері сіздер өте бір өзіңіз үшін маңызды шешімдер қабылдауыңыз мүмкін. Жалпы саршаян белгісі бұл адамның жаңа құмарлыққа, адамның жаңағы тәуелділігіне жауап беретін белгілердің бірі. Сондықтан сіздің бойыңыздағы жаман тәуелділіктерден осы кезде арылуға шешім қабылдайтын боласыздар. Сонымен жұмыс жасай бастайтын боласыздар. Тұтылулар кезінде адамның тағдырында өзгерістер болады. Өйткені осы кезде адамның тағдырының кітабы ашық тұрады. Сіздердің осы кезде қабылдаған шешімдеріңіз өте маңызды болады. 10 рет ойланып, 1 рет кесу керек. Өте мұқият болыңыздар өзіңіздің қабылдайтын шешімдеріңізге. Одан кейін 30 сәуір күні Марс планетасы сіздердің 2-ші секторларыңызға кіретін болады. Марс планетасы өзінің белгісіне кіреді, яғни тоқты белгісіне кіреді. Сіздердің жаңа қаржылық, финансовый секторларыңызға кіретін болады. Тұтылулардың күші осы кезде жүзеге аса бастайды. Осы кезде сіздер қозғала бастайсыздар. Осы кезде сіздер қандай да бір қадамдар жасайтын боласыздар. Жалпы 30-нан бастап сіздердің активный қозғалыстарыңыз басталатын болады. Міне достар, жалпы сіздерге арналған астрологиялық жұлдызнамам осындай. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.